Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге құрамы 3 ақ заттан тұратын, әрі жылдам дайын болатын, аз ғана уақытыңызды алатын чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Ендеше соңына дейін менімен бірге болып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Ыдысымыз міндетті түрде таза болуы қажет. Содан соң шым-шым тұзымызды және разрыхителді қосып, яғни қосқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен ұнымызды саламыз. Ұнды біз керегінше салатын боламыз. Орташа тығыздықта қамыр илеп аламыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз осындай болып шықты, және пакетке салып 15 минутқа демалдыруға алып қоямыз. Демалған қамырымызды ұнымызды сеуіп отырып жақсылап жайып алатын боламыз, және дайын қамырымызды, жайылған қамырымызды осылай еттің нанын кескендей етіп кесіп алатын боламыз. Содан соң осылай 4-5 бөлікке кессеңіздер, өте уақыттарыңыз үнемді болады, әрі жылдам кесесіздер. Осылай әдемілеп, көбіктеп кесіп алатын боламыз. Мінекей біздің кесілген қамырларымыз осындай әдемі болып шықты. Енді осы кезде майларыңызды қыздыра беріңіздер. Қызып тұрған майда кішкене ғана сарғайғанша пісіріп алатын боламыз. Қатты қызартып жіберудің қажеті жоқ, өйткені қамырымыз қатты болып қалатын болады. Кішкене осындай ақ сарғыштау болып тұрған кезде алсаңыздар, өте жұмсақ болып шығады. Барлығын солай дәл видеодағыдай етіп пісіріп алдым, қуырып алдым. Өте әдемі болып шықты. Енді осыған үстіне қойылатылған сүтімізді қосып, араластырып, қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар.